Сәлем достар, ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен суреттегі кім екенін тауып көр деген ойын ойнайтын боламыз. Жұлдыздардың балалық кездегі фотосына қарай оның кім екенін табасыздар. Жалпы 30 сұрақ беріледі, ойлануға 5 секунд уақыт. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ал ендеше бірінші сұрағымыз, бұл кім деп ойлайсыздар? Бұл әрине Қайрат Нұртас болатын. Суреттен ақ өте ұқсас болып тұр, иә? Енді мына суретті танымай қалуларыңыз мүмкін емес деп ойлаймын. Бұл бізде Төреғали Төрәлі әншіміз екен. Келесі мына суретке назар аударып көріңіздерші. Таба аласыздар ма? Көрейік. Тапқан адам бірден комментарийге таптым деп жаза кетіңіздерші. Бұл Айдана Меденова. Келесі суретіміз. Бұл кім деп ойлайсыздар? Мына бір кішкентай сүйкімді қыз. Бұл Жанар Дұғалова. Тапқан болсаңыздар, жарайсыздар. Ал мына сурет бойынша қай әнші екенін табу мүлде қиын емес деп ойлаймын. Бұл әрине Айқын Төлепберген кішкентай кезінен өте бір өзгермеген екен, иә? Келесі әрине Аша Матай. Жетінші сұрағымыз. Мына суреттегі ер бала кім екен? Бұл Мейрамбек Беспаев ағамыз. Келесі мына суретке назар аударыңыздар. Ай, табалар ма екенсіздер? Бұл Жания Журенская. Келесі мына суреттегі қандай жігіт екенін таба аласыздар ма? Бұл Ернар Айдар. Тапқан боларсыздар деген үміттемін. Келесі бұл қай әнші қызымыз болды екен? Бұл Қарақат Абелдина әнші әпкеміз екен. Ал мына суреттегі сүйкімді жігіт кім екен? Бұл Ахан Сатаев ағамыз. А мына жігітті бірден танып қойған шығарсыздар деген үміттемін. Әрине Нұрлан Қоянбаев. Түрі өте ұқсас болып тұр бала кезіне. Тағы да бір суретіміз. Бұл әнші Серік Ибрагимов. Келесі мына бір фотодағы әкесінің жанында тұрған кішкентай бала кім екен? Бұл әнші Бүркіт ағамыз. Немесе шын есімі Айбек деп аталады. Ал мына бір баланы таппайтын мұнда қазақ жоқ шығар. Әрине Димаш Құдайберген. Мына суреттегі әпшемізді де таппайтын адам қалмайтын шығар. Әрине, Баян Мақсатқызы. Ал мына бір көп кішкентай сүйкімді қыз кім болды екен? Бұл Жұлдыз Абдукаримова. Тапқан болсаңыздар, жарайсыздар. Ләйла Сұлтан қызы, жарайсыз. Ал мына бір қызды кім табады екен? Әсел Садуақасова. 20-шы сұрағымыз. Ақтаулы қыз қай әнші болды екен? Бұл ақтаулық Луин әпкеміз.
Келесі мына бір суреттегі өте сүйкімді тартымды қыз кім болды екен? Мақпал Исабекова. Әрі қарай ойынымызды жалғастырамыз. Бұл сүйкімді қыз Камшат Жолдыбаева болған екен. Ал мына бір сүйкімді баланы таба қойыңыздаршы. Бұл актер Санжар Мәдиев. Келесі сұрағымыз. Дилназ Ахмадиева. Ал мына бір қыз кім болды екен? Бұл бұрымды сүйкімді қыз Жамиля Серкебаева, әйгілі скрипкашы, әлемге танымал тұлға. Бұл әнші Ғалымжан Молданазар. Ал мына күлкісімен әлемді және қазақ халқын таңғалдырып жүрген, күлдіріп жүрген Гүлнара Силбаева. Бұл Қарлығаш Мұхамеджанова, актриса қыздарымыздың бірі. Бұл әзілкеш Дәуіт Шайхисламов. Ал енді соңғы сұрағымыз. Бұл кім болды екен? Бұл әнші Лидо әпкеміз. Осымен достар, біздің ойынымыз өз мәресіне жетті. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойын ұнаса каналға жазылып, колокольчикті өтінен баса кетіңіздер және лайк басып, комментарийде белсенділік көрсетсеңіздер жақсы болар еді. Себебі сіздердің белсенділіктеріңіз мен үшін өте үлкен мотивация. Ал ендеше келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.